Армысыздар, мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін боксты талқылайтын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, қазанның 4 күні Жәнібек Әлімханұлы орта салмақтағы өзінің WBO, IBF әлем чемпионы атағын қорғайтын болады. Қарсыласы Андрей Михайлович. Әлі де өзгерген жоқ. Бұл жекпе-жектің бір кішігірім тарихы да бар. Жазда Америка құрама штаттарында өту керек еді. Жалпы IBF тұжырымы бойынша басты үміткер, негізгі үміткер болып келген Андрей Михайловичке қарсы жазда жекпе-жек өткізу керек еді, бірақ жекпе-жекке бір күн қалғанда Жәнібек Әлімханұлының денсаулығы сыр беріп, салмақ жасау барысында жекпе-жек болмай қалған еді. Содан кейін біраз нәрсе өзгерді. Ең басты бұл жерде айтатын жекпе-жекті ұйымдастыратын тарап өзгерді және жекпе-жек өтетін жер өзгерді. Яғни бұл Австралия, Сидней, ал жекпе-жекті ұйымдастыратын дәл осы Андрей Михайловичтің тарапы, соның промоутерлері. Былайша айтқанда, енді бұл Андрей Михайловичтің жері деуге де болатын шығар. Негізі Жаңа Зеландия боксшысы, Австралияда бірнеше рет жұдырықтасқан, бірақ жекпе-жектердің басым бөлігін сол Жаңа Зеландияда өткізген спортшы. Осындай бір өзгерістер бар, және бұл ең маңызды өзгеріс деуге болатын шығар. Әу баста неге бұндай жағдайға тап болды деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Жәнібек Әлімханұлы дер кезінде өзінің титулын қорғай алмағандықтан IBF-тің сондай бір қатал ережелері бар. Өздерінің ережелерін қатты ұстанатын өзі бірден бір ұжым дәл осы IBF шығар. Канело болсын, Головкин болсын, титулды тартып ала салады, егер дер кезінде қорғамасаң. Сондай бір өте бір қатал ұжымдардың бірі IBF. Талап қойды, осыншама уақытта қорғамасаңдар, келіспесеңдер келесі жекпе-жек жайлы, онда сендердің титулдық жекпе-жектерін біз сатылымға қоямыз. Қандай промоутерлік компания сатып алады, сол қайда жасасын, онда жасасын, осының талаптарына сай болса болды. Тиісінше Михайлович пен Жәнібек Әлімханұлының промоутерлері сол сатылымға түседі, торги деп атайды оны орыстар. Сол жерде өкінішке қарай Жәнібек Әлімханұлының промоутерлері ұтылып қалады. 351 мың Андрей Михайловичтің тарапы ұсынған, 350 мың Жәнібек Әлімханұлының тарапы ұсынған. Яғни айырмашылық 1000 теңге. 1000 доллар, ойбай, кешіріңіздер. Осындай бір, енді бұдан біз не түсінеміз? Өткен жекпе-жекті шыға алмай қалған үшін, шоудың бас жекпе-жегі өткенде промоутер қаншама ақша салды бұл турнирге, бұл жекпе-жекке. Жасай алмай қалды, өтпей қалды. Сол себепті бұл жолы болып арым бұлай шешкен болуы керек. Өткен жылғы ақшам барлығы зая кетті. Осы жолы барысында сол ана жақта қорғап келе берсін. Қорғаса қорғады, қорғамаса қорғамады деген сондай бір тәуекелге бар отырған түрі бар. Жалпы түсінуімше Жәнібек Әлімханұлы болып арумның қолында сондай бір құнды актив емес. Өкінішке қарай бұл басшы болса да шындық құрмет көрмен. Сөзім жалғайтын болсам, Андрей Михайлович деген кім? Андрей Михайлович деген бізде таза бір Жаңа Зеландиялық проспект, түбі орыс, негізі сол жақта туып, шамамен 1-2 жасында сол жаққа қоныс аударып кеткен бала кезінде, бүлдіршін кезінде. Сол жақта боксшы болып қалыптасқан, сол Жаңа Зеландияның ішкі чемпионаттарында жүлдегер болған. Енді бұлай аймақтық деңгейде жақсы эмеутер болған, яғни әуесқой боксшы болған, бірақ 20 жасында небәрі бірден кәсіпқой боксқа ауысып кетеді. Сол жақта қалыптасады, сол жақтың 1-2 мықты жігіттерін ұтқаны да бар. Жалпы боксшы ретінде жаман емес, енді Жәнібек сияқты мектеп көрген жоқ, әрине. Енді ол салыстыруға келмейді, Жаңа Зеландияда әуесқой боксшы қандай болады, және мына жақта Қазақстан болсын, Өзбекстан, Ресей сияқты мемлекеттерде әуесқой боксшы деген ол тіпті басқа дүние. Ол бұл жерде енді кластың деңгейдің қандай екенін түсініп отырсыздар. Бірақ Михайловичтің бір ерекшелігі бар, бұл осы әрдайым қарсыласына төніп тұратын жігіт. Сосын кейде бұлай ашығынан құлаштай ұрса да, қолы ауыр. 21-0. Қазір таңда бұл жігіттің рекорды 13 жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқтаған. Андай жұдырықтасқан кезде, мысалы, ақырын ғана бүйтіп тигізіп, қашып кетіп, қайтып келу деген жоқ та ол жігітте. Ол әу бастан сол бір профессионал, яғни кәсіпқой спортшы ретінде қалыптасқаны байқалып отыр. Стилі сондай. Осындай бір қауіпті жағын Михайловичтің бұл ең алдымен сол ауыр соққысы деп ойлаймын. Жалпы мысалы бокс ретінде мектеп көрмеген Әлімханұлымен салыстыруға келмейді. Толықтай бір 12 раундқа жалғасса ұту өте қиын.
қазір ұту жолдары жайлы тағы да айтамыз. Сосын жаңағы промоутерлік торги анау мынауға келетін болсақ, бұл жерде көрдіңіздер ме, тағы бір маңызды фактор, сол жаңағы айттық қой, ұйымдастырушылар, бұл IBF, кешіңіздер, кімнің тарапы? Андрей Михайловичтің тарапы. Демек, ол не деген сөз? Кем дегенде сол 3 төреші болса, екеуін соның тарапы бекітуі мүмкін. Бұл Австралияда өтіп жатқан турнир. Әлімханұлын қойып, кезінде Мэнни Пакьяоның өзін тонап кеткен, бәлкім бокс жанкүйерлердің есінде шығар. Джефф Хорн деген ешкім білмейтін бір проспектке барды да, бұлш етіп төрешілер жеңіп тұрған жерінен жеңісін алып қойды. Сондықтан ең осындай бір қауіп осы жерде бізде барды. Ұтылып қалуы ықтимал Жәнібек Әлімханұлының төрешілердің шешіміне жеткізіп жатса, онда төрешілер бұрмалап жіберуі мүмкін. Сосын тағы бұл жерде фактор, егер жеңіліп қалу, жеңу жолдары жайлы айтатын болсақ, тағы бір фактор, бұл IBF-тің бір ерекше ережелері бар. Осындай титулды жекпе-жектер кезінде салмақтан өтеді ғой. Және яғни екінші күні, яғни жекпе-жек болатын күні таңертең тағы да салмақ өлшеу рәсімінен өту керек. Ол жерде келесі салмақ дәрежесінен аспау керек. Яғни 72-де 6 ма, 76-да 2, яғни екінші орта салмақтан асуға болмайды, яғни 4 келінің шамасында ғана қосалады. Ойланып көріңіздер, бұл әрине Жәнібек Әлімханұлы негізінен өте ірі денелі орта салмақ үшін көп салмақ түсіреді. Оған қоса соңғы жекпе-жек қарсаңында салмағын жасай алмады. Сондықтан бұны да Андрей Михайловичтің тарапы сондай бір өздеріне плюс ретінде қолданып жатыр. Өйткені әлі күнге дейін түсініксіз, IBF-ті ғана қорғайды ма, әлде екеуін де қорғайды ма? Түсінуімше, кімнің Андрей Михайловичтің тарапы тек қана біз WBO-ға бізге керек жоқ деп жатыр қазір олар. Бізге IBF керек дейді. Демек, Жәнібек ол жерде толықтай сол рәсімнен өту керек деген сөз. Яғни бірінші күні жекпе-жекке дейін бір күн қалғанда салмақтан өту, және екінші күні жекпе-жек қарсаңда тағы да салмақтан өту. Міне осындай бір ерекшеліктер бар. Осының салдарынан кім біледі, қазір Сиднейде Жәнібек төбелеспеген, Америка емес, бұл кішкене ерекшелігі бар. Сосын тағы да бұл жерде айтатын факт, мен түсінбеген, мысалы, енді көрдіңіздер ме, бұл промоутерлер жылдам жасап жүр, жекпе-жекті тез-тез даталарын ыңғайсыздандырып жүр. Түсінуімше Жәнібекке, жуырда ғана міне қыркүйектің басында ғана міне ұтып алды деп жатып еді промоутерлері, міне бірден алып бір айдың ішінде қойып тастапты. Демек, Михайлович дайын болып шығуы мүмкін. Ол әу баста білді, ал Әлімханұлы міне тек қана осы жуырда ғана біліп отыр жекпе-жектің қашан болатынын. Осындай факторлар әсер етуі мүмкін. Климат, сосын көріңіздер ме, промоутерлер, боксте ондай бір нюанстар өте көп. Промоутерлер не істеуі мүмкін? Мен ондай талай мысалдар білемін, боксшыларға былай жасауы мүмкін. Билетін ыңғайсыз алып береді. 17-18 сағат пересадка, 3-4 пересадкамен жарты әлемді шарлап барасың. Сосын аппаратта бір өліп атқан бір бейшара гостиница атады. Әдей жағдайыңды қиындатады. Сен одан сайын қажып, одан сайын шаршап, сенің мысалы салмақ қууға жағдайың жасамайды. Сондай ұсақ-түйек нәрселер көп та. Промоутерлер тіпті спортшысына жеңіс сыйлаймын десе, сондай бір қулықтарға баруы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде негізі Жәнібек үшін кәдімгідей уайымдауға себеп бар. Өйткені промоутерлері алып тұр бұл жекпе-жекті ұйымдастыруға, барлық көзір солардың қолдарында, және олар ойына келгенін жасауы мүмкін да. Егер шынымен де ана жерде адал бір спорт, біз спорт үшін дейтін болса, онда бәлкім барлығын екеуіне де тең жағдай жасауы мүмкін. Бірақ өздеріңіз түсініп отырсыздар, сол бір территориядан бастап, сол жаққа ұшып келуден бастап, оның барлығы Жәнібекке өте ыңғайсыз дүние. Одан кейін мына жақта лагерден өткен екен, Қазақстанда ол қалай дайындалды, түсінуімше Мырзағали Айтжанов дайындаған екен. Енді Мырзағали Айтжановқа сөз жоқ, бірақ ол қашаннан бері кәсіпқой боксшылардың жаттықтырушысы болып жүр. Қаншама кәсіпқой бокстан әлем чемпионын жаттықтырды, 12 раундтық жекпе-жектерге кімдерді дайындады деген сияқты, спарринг партнерлер кім болды деген сияқты. Өткенде мысалы Брайан Вилория деген жаттықтырушысымен Гуальтириге қарсы жекпе-жекте
тәпті жұмыс атқарып шықты. Дәл сондай деңгейде дайындап бере алады ма? Және соңғы жекпе-жекті дайындалған кезде түсінуімше, мысалы салмақты неге жасай алмады? Бұл дәл осы диетолог, физикалық дайындық жағынан қиыншылықтар болған. Түсінуімше, диетолог тіпті болмаған командада. Осының барлығын ескере отыра, шынымен де Жәнібектің жағындағы бір факторлар көп емес. Енді бұл жерде Жәнібек тек қана бабында ма деген сұрақ. Осындай факторлардың барлығы әрине Жәнібектің бабында емес екенінде бізге кәдімгідей айқайлап айтып тұруы мүмкін де, ойлану керек. Негізі Жәнібекке келетін болсақ, боксшы ретінде әрине Андрей Михайловичтен бір төбе жоғары. Жаңа жоғарыда айтқан мектеп, Жәнібек Әлімханұлы қандай мектептен өтті. Олимпиададан басқа өзі ұтуға болатын дүниенің бәрін ұтып тастаған 20-22 жасқа дейін. Азия ойындары, әлем чемпионаты, Азия чемпионаты деген сияқты. Олимпиадада медальға бір қадам жақын қалды. Кезінде жалпы сол алтын құраманың мүшесі ғой, Елеусінов, Дычко, тағы да Біржан Жақов деген сияқтылар толып жатыр. Сол құраманың мүшесі. Боксшы ретінде әрине талай нәрсе көріп тастаған. Әлімханұлы мысалы, оның кәсіпқой жекпе-жекті айтпақшы, кәсіпқой бокста келетін болсақ, рекордтар кішкене айырмашылық бар. Андрей Михайловичтің 21 жекпе-жегі бар. 2-1-де титулға ие Жәнібек Әлімханұлының небәрі 15 жекпе-жегі бар. Енді бұл да көрсеткіш, 15 жекпе-жекте 2-1-де әлем титулын ұтып алу деген сөз. 30 жекпе-жек өткізіп әлем чемпионы бола алмай жүрген жігіттер бар. Ал Жәнібектің қолында 2 бар. Осындай әрі қарай жалғастыратын болсақ, мысалы Жәнібек бұл қазақ стайл дейді ғой, ол шынымен де бір жай андай бір маркетинг үшін айтылып жүрген дүние емес. Маркетинг бар ол жерде, сөзсіз. Бірақ шынымен де өзінің осындағы біздің қазақ боксының берген мектебін әуесқоймен кішкене араластырып, өзіндік бір стиль шығарып жатқаны байқалып отыр. Қазақ боксынан не байқалады бізде? Қазақ боксынан бұл челнок баяғы, аяқтың ұшында тың тигізеді, артқа өзіне шығарып алады. Жәнібек былай артқа алға жүріп просто пергілей бермейді. Ондай момент бар. Ол мысалы көптеген кәсіпқой боксшылар бар ғой, бірден ығыстырады, қысым көрсетеді, әрдайым шабуыл үстінде. Ал Жәнібек қасына келіп төніп тұрады, жұлқиды. Сен жүрген кезде артқа бір қадам, алға қайтып келеді. Әсіресе бір-екі немен көрген боларсыздар, хайлайтстарда көрініп қалады. Артқа шегінеді, алға апперкотпен кіріп кеткен кезде. Жәнібек осындай 12 раунд көрмеген айтпақшы Андрей Михайлович, ал Жәнібек жалпы 12 раунд не екенін біледі. Бұл жерде тек қана енді егер де Жәнібек Әлімханұлы лагерден жақсы өтсе, еш сүрінбей салмақ жасаса, промоутерлер барлығына әділ адал болса, онда бұл жерде шанс жоқ негізі Андрей Михайлович жеңе алмайды. Өйткені оның боксшы ретінде базасы жетпейді Жәнібек Әлімханұлына. Бірақ көрдіңіздер ме, сахнаның сыртында осылай ана жерден түртіп, мына жерден түртіп, бұл үлкен спорт, үлкен бизнес. Жәнібек өзінің инстаграмда жазып отыр екен, бұл спорт, мен спортшымын деп. Бірақ сен солай ойлауы мүмкін, бірақ батыста олар басқаша ойлайды. Ол бизнес. Сондықтан осындай қулықтар арқылы Жәнібек Әлімханұлын ертең бұл азаматтар қапы алдырып кетуі мүмкін. Осы жекпе-жекке қатысты міне құрметті көрермен, осындай ойларым бар. 12 раундқа жалғаспайды деп үміттенем. Жәнібек Әлімханұлы енді барынша мерзімнен бұрын жеңіске жетуі керек, өйткені өзі де түсініп отыр. Былайша айтқанда промоутерді лақтырып кетті. Қазір қарсыластың контендердің отанына барып, соның алдында, соның жұртының алдында қорғау керек, солардың төрешілерін көндіру керек деген сияқты. Жәнібекке қарсы тұрған факторлар көп бұл жекпе-жек барысында. Сондықтан енді бұл жерде Жәнібек шынымен де мерзімнен бұрын жеңіске ұмтылу керек, өйткені төрешілердің шешімімен ұту өте қиын болады. 5-6 раунд нокдаунға құлатпаса, сонда ғана төрешілердің шешімін ұтуға болатын шығар. Негізі уайымдайтын нәрсе көп. Ал стиль жағынан алып қарайтын болсақ, бабы барлығы сай болса, онда әрине Жәнібек сөзсіз ұтады. Бұл жекпе-жекті Қазспорт көрсетеді. Айтпақшы, жұма күні қазанның 4-і сағат 15:00-де көрсетілім басталады. Тікелей Сиднейден. Жәнібек шамамен бір 6-лардың шамасында шығу керек. Тамаша ғой. Жұма кешке жұмыстан келіп жатсың, қол босады, бүкіл шаруаны тындырып, Жәнібектің жекпе-жегін қарауға болады.
таңғы 7-де тұру емес. Біз үшін ең басты плюс осы ғана шығар, ал қалған жағынан Жәнібек Әлімханұлы сондай бір ұтымсыз позицияда. Жаза отырыңыздар комментарийде. Не дейсіздер жалпы бұл қалыптасқан жағдай жайлы?